Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Тоқаевтың Пекинге баратындығы сапары 15 ма 16 ма мамыр. Соның қарсаңында ескерту жасауымыз керек. Сол ескертудің бастау ретінде қазір айтылатын сөз. Егер Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қытайға барып, Қытай Республикасының басшыларымен визаның қазіргі нұсқасында келісім шартқа қол қойып келетін болса, онда ол кісі қайтып Қазақстанға келмей қойсын. Біз ондай президентті қабылдамаймыз. Егер дәл сондай шартқа қол қойылатын болса, онда оны президенттің қазақ мемлекетінің, қазақ ұлтының тәуелсіздігін, ұлттық мүддесін сатқандық деп есептеуіміз керек. Басқаша бағалауға болмайды. Өйткені оның зиянын айтпасақ та бәріңіз білесіздер. Біз 2016 жылы Назарбаев миллион гектар жер берем деген кезінде тоқтатқанбыз. Тоқаев Назарбаевтың құдіретті емес. Назарбаевты қалай тоқтаттық, қалай кетірдік, Тоқаев та соның кебін киюі мүмкін. Егер өзі тоқтамаса, біз тоқтатамыз, халық тоқтатады. Қазақтың жері жоқ, Қытайға үлестіріп, қаптатып, табанның астына салғызып қоятын, қаптатып жіберетін. Әрбір осы жерде отырған азамат, сіздер жан жүректеріңізбен сезініп отырсыздар. Қытайдың келгеннен ешқандай пайда болмайтын, зиян болатындығын, түбінде елден, жерден айырылатынымызды, ұлттан айырылатынымызды, мемлекеттен айырылатынымызды. Үлкен қауіп. Ол қауіпті көрмеген, білмеген болып, көз жұмып отыратын болса, онда бәріміз көрсоқыр болғанымыз. Меніңше Қазақстанда көрсоқырлар емес, қайта көзі ашық, отанға, елге жан ашитын шынайы патриоттар өмір сүріп отыр. Мемлекет басқарып отырғандарға осыны ұқтыруымыз керек. Қандай жолмен болса да, петиция, митингі, бәріне баруымыз керек. Бүгінгі жиында осы айтылған сөздер ақпарат құралдары арқылы жетеді деп есептейміз билікке. Сондықтан арнайы бір талап, қаулы, немесе қарар қабылдау қажет па? Егер қажет десеңіздер, осындағы азаматтар Димаш бастап бір нұсқасын хат түрінде ма, қара түрінде ма түсіріп, содан онда ресми түрде Ақордаға жіберейік. Қалай ойлайсыздар? Дұрыс қой. Жаңа Жазира қарындасым қандай дәлелді айтты. Сол елден келген, сол жағдайды біліп отыр, шындықты айтты. Одан артық қандай дәлел керек? Керек болатын болса келсін ортаға. Дәлелдесін, виза деген керемет нәрсе. Қытайменен қауышып, құшақтасып жүрсек, бақытты болып бітеміз дейтіндер болатын болса. Ондай бола алмайды ғой. Сондықтан мына Қытай қатері деген ол жай фобия емес, үрей емес, орынсыз. Бұл нақты қатер. Біз өзімізді, ұрпағымызды сақтаймыз десек, бұған ешқашанда жол бермейміз. Солай ғой? Онда ағайындар, бүгінгі жиынымызды осымен аяқтайық. Келгендеріңізге рахмет. Маған бір ой келіп еді, оны сіздер іске асыруға қатысасыздар ма, қатыспайсыздар ма білмей тұрмын. Айтыңыз. Біз қазір бәріміз топталып, Алматы қалалық әкімшілігі отырған ғимаратқа барсақ, оны неге айтып отырмын? Сол төңіректе жүріп өтсек. Бауыржан өткенде бір видео шықты, көрдіңіздер ме? Сүмелең етіп қаптап жүрген қытайлар. Солар өткен жерде біз өтуіміз керек, біз тұруымыз керек. Олар ана акиматта отырғандар ойлап қалмасын. Мынау жаңағы пайда келтіретін қытайлар жүретін жерде. Ол осы жерде өмір сүретін қазақтар, ұйғырлар, түріктер, немістер, орыстар, тағы басқа қазақстандықтар жүретін жер екенін көрсетейік. Бұл шеру емес. Бұл алдағы митинге ескерту.
Сол жерге барамыз да бәріміз, қалалық әкімшілік. 15-і не 16-сына митингі. Егер Тоқаев Бержінде халықтың талабымен санасы қол қоймай таза келсе, оны қолдаған митинг өткіземіз. Осы уақытының таңба деген. Ал егер керісінше болса, онда келмей қой деген талабымыз сол жерде қоямыз. Дұрыс па? Сондықтан біз ол митингінің күн тәртібін қазірше анықтамаймыз. Оны анықтайтын Тоқаев және оның төңірегіндегілер деп қоя тұрайық. Егер осы халық парламенті пәрменді билікке ықпал ете алатын, халықтың алдында бедел жинап, халық үшін қызмет істейтін қоғам болмаса, онда біздің азаматтарды, халық парламентінің мүшелерін апарып түрмеге жаппас еді. Алды 25 тәулікке думан. Одан кейінгі азаматтарды 15 тәулікке. Қалғанымызға ақшалай айыппұл салып. Біз соған қарсылық білдірдік. Қарсылығымызды ресми түрде жолдадық Тоқаевқа. Бұл туралы баспасөз мәслихатында мәлімдедік. Мен соңғы түйінін осы жерде сіздерге таныстырып айта кетейін қысқа ғана. Халық парламентін құрушылардан үрейленген биліктің асыра сілтеуін тоқтатыңыздар. Қамауда отырған серіктерімізге дереу бостандық берілсін, әкімшілік істер тоқтатылсын, шығарылған сот қаулыларының күші жойылсын. Бұл талаптарымыз орындалмаса, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетіне барлық қудалаушылар атынан шағым жасаймыз. Алаңда бейбіт жиын ұйымдастыру, оған қатысу құқығымыз шектеуге көнбейміз. Сталиндік, Голошекиндік саяси қуғындауды, халықты жау санауды жаңғыртқан Назарбаевтың тәсілдерін қайталамаңыз. Қарғысқа ұшыраған ол шалдың тағдыры ізін басқандарға, ісін жалғастырғандарға ащы сабақ болсын. Бейбіт жиыннан, халық наразылығынан қорқатын, бұқарамен санаспайтын диктатор басшының Қазақстанға керегі жоқ. Осылай аяқталды. 14 адам қол қойды. Президент әкімшілігіне жібердік. Олардан түнде ғана нақтылы жауаптарын алдық. 14 адамның қолынан өткен. Президент әкімшілігінің маманынан бастап басшысына дейін. Өнген олар прокуратураға жіберген. Прокуратурада қай маманға тапсырды, қай бөлім бастығына тапсырды. Оның бәрі мінекей мына жауаптың ішінде тұр. Демек біздің талабымыз жетіп отыр. Демек бұл туралы Тоқаевтың өзіне айтты. Ал жаңағыдай сөз ол президенттің өңменінен өтетін сөздер. Бізге ондай президенттік керек жоқ деген. Сезінсін, білсін. Сөздің құдірет әсер деген осы.